қолдарыңызда өнер көрсететін Қайрат Рысқұлбеков атындағы орта мектебінің қазақ әдебиеті пәні мұғалімдері. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясынан үзінді. Шеше, ол қазаққа қайтпек керек. Мен қайдан білейін балғам? Ол қазақ тізгін ұстағанды үлгеді. Салтымен жүресің қалды. Жүріс тұрысыңнан халқыңды таппайтын болсын. Әділетіңді көріп, дұшпаныңның өзі сыртыңнан қайран қалып, сүйініп тұрсын. Осылай үлгі болсаң, сөзің де еліңе үзімді болады. Менің бар білетінім осы. Біреудің нақақ қанын арқалама қарағым. Өзіңе бір алла жар болай. Ассалаумағалейкум, әке. Шақыртыпсыз. Абай, мен сені жайдан жай шақыртқан жоқ. Мен сенің бойыңнан өз тілімін көрем. Соны тыңда. Ең әуелі арзан мен қымбатты барғын санамайсың. Болдай білмейсің. Жайдақсың. Жайдақ суды итпен қыста жалайды деген. Ал екінші, доспен басты сараптамайсың. Досқа досша, қасқа қасша қырың жоқ. Сұрт бастайтын адам болай болмайды. Ал үшінші, борыштысың. Солай қарай ден бастап барасың. Әке, бұл сіздің үш айтқаныңызға да дауым бар, әке. Және өзімдікін жөндеп санаймын. Ең әуелі жайдақ суға теңгердіңіз. Қарулы жалғыз жарым жанға көмектесіп, шыңыраудағы су болғанша, қарулы қарусыз, кәрі мен жасқа қайдан тиетін жайдақ су болғаным артық. Ал екінші, елбасы айтты. Елбасы билеушілердің мінезін айтты. Ел бір кезде қой секілді болған. Әйтпесе бирле қалады. Шүйт десе жуаси қалады. Ал бертін келе ел түйе секілді болды. Алдына бір кесекті лақтырып жіберіп, шөк десең аңырап келіп жата қалады. Ал қазір әке, ел жылқы секілді. Топ не көрсе, соны бірге көруге шыдаған. Қар жастанып, мұз жастанып, жеңін төсек. Енді бұл үшінші айтқаныңыз орысшыл дедіңіз әке. Мен үшін де, мына ел үшін де ең асылы білім мен өнер. Ал сол өнер орыста. Сол асылды алсам жатым ба әке? Жарайды. Балам, саған тағы да бір сұрақ қояйын. Қойыңыз әке. Сен әкеңе жеде туғансың ба, өте туғансың ба? Әке, мен әкемнен өте тудым. Өйткені мен ақынмын. Жоқ! Сен әкеңе жеде туғансың. Өте туу үшін Абай секілді бала тәрбиелеуің керек. Жақсы. Ол Әке, мен сенің арманыңызды
басқа жолмен орындағым келеді. Қатал шешімдерді жұмсаққым келеді, әке. Жарайды, мен саған өз жолымды көрсеттім. Бірақ сен өз жолыңды таңдаған екенсің. Жарайды. Олай болса, ол жолың қазаққа қызмет болса, мен қарсы емеспін ол. Әке тәрбиеші болса, бала болашақты болады.